Жақсы жаңалық, қазақ елі. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Қазақстанда ынтымақты және базалық төлемдерді қосқанда зейнетақының орташа мөлшері 120.659 теңгені құрады, деп хабарлайды бүгін КЗ порталы Спутник КЗ сайтына сілтеме жасап. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратынша, қаңтар айында республикалық бюджеттен 274,1 миллиард теңге зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы 84,2 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы 189,9 миллиард теңге. 2023 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120.659 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 82.878 теңге, базалық зейнетақы 37.781 теңге, делінген хабарламада. Құрметті көрермендер, зейнетақының асуын қалаған әрбір көрерменіміз видеосында бір ғана лайк түймесін басуыңызды сұраймыз. Кәне көреміз, қанша көрермен зейнетақының асуын қалайды екен. Сау саламат болыңыз.